Ассалаумағалейкум, менің сөз өнері каналымның тұрақты көрермендері. Мынау біздің адамдардың, яғни хайуандардан, жануарлардан артықшылығымыз біздің сөйлей білетініміз да. Бірақ жануарлардың ішінде тотықұс деген құс бар. Ол да сөйлей алады. Бірақ ол ойланбайды. Не айтып жатыр, менің сөзімнің астарында не бар деп ойланбайды, сөздің парқына бара бермейді. Енді біздің арамызда да осындай тұқы-тұқыстар көбейіп кетті. Сөздің парқына мән бермейтін, не айтып жатқанына көңіл бөлмейтін адамдар. Оған мысал, жақында бір інжегіміз үйленіп, соның тойында беташарында қызмет қылып жатырмыз. Ауылды жерде елестетіңіздер, үлкен қазанға бір жеңешеміз бауырсақ пісіріп жатыр. Сол пештің астына бір ағамыз от салып жатыр. Ағамыздың кішкене денсаулығы жоқ еді. Мен титан қойып жатып, әңгіме айтып жатырмыз түрлі тақырыпта. Сол кезде жаңа әлгі ағам тұрып, өмірдің өзі новелла ғой десей деп қалды. Сол кезде әлгі жеңешем тұрып, жаңағы ағамызға өмірдің өзі новелла емес, анавелла деп айтсай дейді. Сол жердегі бәріміз арқа-жарқа күлдік. Бұл күлетін нәрсе емес. Осы секілді біреусі қағыс естігенін, біреусі естігенін айтып, әлгі ағам ақталып, мен білмеймін, әйтеуір естігенімді айтып жатырмын ғой дейді. Не керек, бәріміз арқа-жарқа күліп алдық. Бұл күлетін нәрсе емес. Сол секілді біз аузымыздан шыққан сөздің түп-төркінін түсінбей жатып, оны айтудың өзі ұят та. Сондықтан біз дұрыс сөзді дұрыс жерде қолдануымыз керек. Дұрыс жеткізудің өзі бір өнер. Дұрыс жеткізуге бір мысал келтіре кетейін. Баяғыда бір патша түс көріп, түсінде аузындағы тісінің бәрі түсіп қалып, ертең таңертең бір түс жорушыны шақыртып түсін жортады. Сол кезде әлгі түс жорушы айтқан екен, сіздің ағайын туыстарыңыздың барлығы қырылып, жалғыз қалады екенсіз деп түс жорыпты. Сол кезде әлгі патша менің бетіме бат етіп тұрып, қайғыға толы қаралы хабарды айтуыңа жол болсын. Менің туған туыстарымның бәрі қырылып қалатын болса, мен қайтып күн кешпекпін. Жонына 100 рет дүре соғыңдар деп әлгі түс жорушыға 100 рет дүре соғуды бұйырады. Сөйтіп келесі бір түс жорушыны шақырып түсін айтып береді. Сол кезде келесі екінші түс жорушы тұрып, патшам, сіздің өмір жасыңыз туған туысқандарыңыздан да ұзақ болады екен деп жорған екен. Сол кезде әлгі патша, ақылдың жолы біреу ақ, екеуінің де жауабы бір жерден шықты. Бірақ бірінші мен екіншінің жауабы жер мен көктей деген екен. Екінші түс жорушыға 100 діллә беруді бұйырған екен. Ағайын, біз сөзімізді дұрыс жеткізе білуіміз керек. Сөздің оңы мен терісіне, өңі мен астарына айрықша мән беріп, мағыналы етіп сөйлеуді менімен бірге үйреніңіздер. Бірге үйренейік. Достар, менің әңгімем ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, пікір жазып, яғни менімен бірге болыңыздар. Сілтеме жіберіп, дос-жарандарыңызға, сөздің парқын түсінетін адамдарға жолдап қойсаңыздар болады. Менің келесі видеомда адамның 3 түрі болатыны, сөздің 4 түрі болатыны жайында әңгіме қозғайтын боламыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.